Сәлем баршаңызға. Бүгін осындай әдемі, жұмсақ әрі дәмді болып шығатын вафли дайындайтын боламыз. Керек заттардың барлығын алдын ала дайындап қоямыз. Бізге керегі 3 жұмыртқа, қант керек, екеуін әдемілеп, ағарғанша миксерлеп алатын боламыз. Оның үстіне ерітілген сары майымызды, сүтімізді, қаймағымызды салып, осылай барлығын миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне қопсытқышымызды және електен өткізіп ұнымызды салатын боламыз. Әдемілеп, комочка қалмайтындай етіп араластырып аламыз. Қамырымыздың сұйықтығы осындай болады. Қызып тұрған вафельницамызға кішкене сұйық май, бірінші салатын кезде осындай сұйық май жағып жіберіңіздер. Енді әдемі алынатын болады. Әдемілеп салып пісіріп аламыз. Менің вафельницамда 7 минуттай піседі. Вафлидің пісіп шығуы вафельницаңызға байланысты, яғни ең маңыздысы қызарғанға дейін пісіріп алсаңыз болды. Осылай кезекпен барлығын салып пісіріп алатын боламыз. Менің рецептіммен жасайтын болсаңыздар, вафлиларыңыз жұмсақ, әдемі болып шығады. Мінекей сіздерге бөліп көрсетейін, әдемі болып бөлінеді. Дайын болған вафлиларымызды үстіне қант ұнтағын сеуіп және шоколад сеуіп ұсынсаңыздар да болады, немесе жеміс-жидектерді қоссаңыздар болады. Осындай әдемі, дәмді бізде вафли шығады. Ұнаса лайк басып, комментария қалдырып, менің каналыма тіркеліңіздер.